Әлия және Дариға. Тараптар бітімге келуден бас тартты. Нұрсұлтан Назарбаевтың үлкен және кіші қыздары Дариға мен Әлия арасындағы қырғи қабақ соғыстың аяқталатын түрі жоқ. Назарбаев Олимптен тайғаннан кейін әулет үлкендері Дариға мен Әлияны татуластырғысы келген. Себебі Назарбаевтың отбасы ішіндегі кикілжің қазіргі жаңа Қазақстан жағдайында оларға мүлде қажет емес. Алайда апалы сіңлілердің бір-біріне деген өкпесі тым ауыр сияқты дейді жағдаймен жақсы таныс Дала Инсайт дереккөзі. Олардың жанжалы Дариға Назарбаеваның ұлы Айсұлтанның есірткіге тәуелді болуынан басталған еді. Анасынан қашып кеткен Айсұлтанды Әлия өз қамқорлығына алады. Артынан Дариға баласын алып кетуге келгенде, Әлия әпкесіне баланың психикасын бұзды деп айып таққан. Сол кезде Назарбаевтың үлкен қызы әулетке есірткіні алып келген сенсің деп кіші сіңлісіне жұдырық жұмсаған делінген ақпарат бар. Артынан Дариғаның роп операторына шабуылы басталды. Әу баста өзінің қол астында жұмыс істеген Санжар Боқаев та роп пен утиль алымға қарсы қойған осы Дариға Назарбаева болатын. Осыдан кейін әпкелі сіңлілер араласуды қойып, әулеттің тойы немесе өлім жітімдерінде бір-бірінен аулақ жүретін болған. Таяуда оларды татуластырмақ болған туыстарының әрекеті сәтсіз аяқталды. Назарбаевтың көзі тірісінде ғана олардың қыздарына қауіпсіздік гарантиясы бар. Ислам Кәрімов өлгеннен кейін оның қызы жалғанды жалпағынан басқан Гүлнар Кәрімованың қандай күй кешкені, абақтыда отырғанын бәріміз білеміз. Сондықтан да том-том болып жиналып қалған біраз қылмыстық істің қозғалмай жатқаны да уақытша дейді дереккөз. Дала Инсайт кезінде Қазақстанды уысында ұстаған отбасының былықтары туралы аз жазған жоқ. Жақында Дариғаға қатысты бір инсайт дайындалуда. Бізге жазылып алыңыздар.